Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің әңгімеміз өте қызықты, бұрын көп зерттеле бермеген, Қазақстан тарихында, қазақ тарихында үлкен орын алатын ескерткіштер туралы болмақшы. Бұл ескерткіштер негізінен Сырдың төменгі ағысы Аралға құйылатын тұсындағы үлкен көне заманғы тайпалардың қалған ескерткіштер болып есептеледі. Негізі Сырдарияның өзі басын таудан алып көптеген минералдарды ағызып келіп, үлкен алаңға айналады топырақтардан. Осы шаруашылыққа қолайлы, адамдардың тұруына ыңғайлы мекенге айналады. Бұл жаңағы төменгі ағысында, Сырдарияның төменгі ағысы былай қарағанда үш бұрышты болып келеді. Және де Сыр өзінің ұзақ жылдардағы тарихында бірнеше бөліктерге бөлініп, арнасын ауыстырып отырады. Соның ең көнесі сол қола дәуірінің кезінде болған, ал аяқ жағында оның Үзбойға қосылар тұсында тас дәуірінің адамдары мекендеген. Онан кейінгі жаңадан салған өзінің бір сағасы Жаңадария деп аталған. Жаңадария өз атына байланысты жаңағы қола дәуірінен кейінгі кезеңдердегі тайпалардың мекен еткен жерлері. Онан кейін ол Сырдария қазіргі арнасымен қатар бір қатар арналып салынған болады Сырдың бойында. Оларды Жаңадариядан кейінгі Қуаңдария, Ескідариялық және де қазіргі салалар бойынша бөліп отырамыз. Міне осы салалардың бойында әр кезеңдердің ескерткіштері шоғырланған, сол кезеңдерде кісілер мекен еткен. Бұны археологиялық зерттеулер ғана дәлелдеп беріп отыр. Жаңа айттық, Қуаңдарияның бойында негізінде сол төменгі ағысы Амудария менен тоғысар тұсында тас дәуірі менен қола дәуірінің қоныстары кездеседі. Ал одан бері қарай Жаңадарияның бойында негізінен ерте темір дәуірі, немесе азиялық скифтер, немесе сақтардың, және де осы антикалық кезеңнің ескерткіштері мол кездеседі. Бұны зерттеу өте ерте заманнан-ақ басталған. Сол 17-16 ғасырларда керуенмен өткен орыстардың жазбаларында, оның алдындағы арабтардың жазбаларында, оның алдындағы парсы және грек ғалымдарының саяхатшыларының еңбектерінде осы өзендер менен, әрине өзендердің аты ол кезде өзгеше болған, әр келіп көрген жазушы өзінше ат қойып кете берген. Мысалға, араб жазбаларында бұл Амудария менен Сырдария өзендері Сейхун, Жейхун деп аталса, грек жазбаларында Окс, Яксарт деп аталады. Қазақстанда, қазақ тілінде Сырдария және Амудария деп аталған. Сырдың бойы жаңа өзіміз айтқандай өте ерте заманнан басталған. Соның ішіндегі ең қызығы, ең тарихта үлкен орын алатұғын осы кезеңге дейінгі біздің қазақ тарихы және де басқа созжылар мекен еткен тайпалардың ерекшелік қалыптасуына, олардың тұрмыс жағдайының, шаруашылығының қалыптасуына және де басқа өмір тарихына байланысты естеліктері көп жаңалықтар енгізді. Әсіресе біз тоқтағалы отырған мынау ерте темір дәуірі, немесе Орта-азиялық сақтары, Орта-азия скифтері деп аталған сақтар кезеңінің ескерткіштері өте жарқын да
көрнекті әрі үлкен тарихи маңызы бар ескерткіштер болып есептелінеді. Жаңа айтып өткен Жаңадарияның бойы өте құнарлы дедік. Оның ең басты жаңалығы, ең басты тайпалардың жаңалығы және де ең басты құндылығы бұл жерде ең бірінші қалалық мәдениеттің пайда болуы. Жаңағы жоғарыда айтып өткен құнарлы жерде су келген уақытында Жаңадарияда су оқтын-оқтын келіп тұрып, оқтын-оқтын тоқтап тұрған кезеңдер көп болған. Міне соның бір кезеңі 700-дей жылдай ағысының жүріп тұрған кезіндегі үлкен ескерткіштер. Бұл Жаңадарияның басы Қызылордаға жетпей солға қарай бұрылады. Сырдың Жаңадарияның арнасы. Содан солтүстікке қарай ағып келеді дағы. Одан бірден батысқа қарай бұрылып келіп, тарам-тарам болып келіп, аяғы аралға келіп құяды. Міне сол тарамдардың бойында біз үлкен қайнаған өмірдің белгілерін көреміз. Оның біріншісі осы далада келе жатқанда ұзын-ұзын жолдар сияқты болып ағарып жатқан белгілі биік-биік жерлер, немесе үлкен арналар. Ол арналардан шыққан кішкентай арықшалар, ол арықшалардан суын, сол арықшалардан бөлінген суға еккен егістік орындары, олар қазіргі кезде айтақыр, жергілікті халық мұстақыр дейтін үлкен тақырлар болып көрініп жатыр. Осы тақырлардың бойында, осы тақырларға Жаңадарияның суын жергілікті халық әкеліп, сол жерде суарып, үлкен егіс еккен. Бұл егіс еккен Жаңадарияның бойында екінші шаруашылық, негізгі сақтардың шаруашылығы, мал шаруашылығы болған ғой. Бұл жерде негізгісі, бұл жаңалығы, бұл жер негізінен егінші, отырықшы тайпалар мекендеген. Көне заман ескерткіштерінде бұл жерде негізінде үлкен 4 тайпалық одақтың болғандығын атап өтеді. Оның бірі ең көп үлкен ескерткіштерді қалдырған топ апасияктар деп аталады. Апасияктардан үлкен қамалдар, үлкен қалалар, бірнеше ондаған километрге созылған үлкен канал арықтар, егін еккен жерлердің барлығының ескерткіштері сақталған. Апасияктардың оңтүстікке қарай Қызылқұмның жиегінде Сакаварака деген тайпалар тобын атап өтеді. Одан солтүстікке қарай тоқарлар менен ауғастар тұрады. Міне бұл тайпалар бір кезеңде өмір сүріп, бірімен бірі кейде соғысып, кейде мәдени ынтымақта отырған үлкен тайпалар болып есептелінеді. Бұл ескерткіштердің екінші түрі ол саздан немесе кірпіштен салынған дөңгелек пішінді жерлеу құрылыстары. Бұл дөңгелек пішінді құрылыстар кейде ортасынан 4-ке бөлінеді, кейде 2-ге бөлінеді. Оларға көпшілік топтап адамдарды қойған. Оның жаңалығы сол. Үшінші түрі жер бетінен төмен қазып жасалынған шұңқыр молалар. Бұларды кейде жан жағынан, екі жағынан, шығыс жағынан және батыс жағынан салған бөлмелері бар, үйлері бар, солардың ішіне қойған зираттар. Және де төртінші түрі ол топырақтан қалап, дөңгелек пішінде етіп салып, оның биіктігі кейде 6-7 метрге дейін жетеді. Оның ортасында
крестообразный төртке бөліп, төрт жағынан төрт бөлме салып, соның ішіне қойылған жерлеу құрылыстары. Бұл құрылыстар жаңағы айтып отырған үлкен төрт тайпаның жерлеу ерекшеліктері болып есептелінеді. Және де ғылымда біз солай деп өзіміз есептеп отырмыз. Соның белгісін келтіріп отырмыз. Бұл үлкен тайпалар негізінде барлығы массагет тайпаларының құрамына кіретін үлкен жаңағы тайпалық одақтар болып есептелінеді. Бұлардың енді жаңа айтып өттік, тұрғын орындары қарапайым ауылдар. Әр каналдың бойында, болмаса арнаның бойында қазір орны ағарып қана көрінетін ауылдардың орындары. Бетінде, оның басты белгісі жоғарғы жердің бетіндегі жаңағы ауылдың ортасындағы үлкен керамикалардың шоғырлануы. Бұл ауылдар кейде 3 үй, 4 үй, 5 үйден құралады. Сосын оның жанында егістік, жаңағы мен жоғарыда айтқан тақырлар жатады. Біртіндеп, ауыл біртіндеп келіп, үлкен бір орталыққа айналады. Сонда 3-4 ауылдың ортасында бір бекінісі бар қала тұрады. Ол қалалар мысалға айтатын болсақ, Боланды болды, Боланды деп аталады, Қарабас деп аталады. Онан кейін Шірік-Рабат, үлкен қала Боланды. Бұлар жаңағы егінші тайпалардың орталығына салынған. Жаугершілік кезінде келіп, ауа райының нашар кезінде келіп, жаңағы паналайтын үлкен қамалы бар қалалардың маңында шоғырланады. Енді бұл тайпалық одақтардың ішіндегі ең тоқтала кететін екі үлкен ескерткіштерін айтуға болады. Олар, мысалға алғанда, Шірік-Рабат, қала, қамал және де үлкен жерлеу орны болған. Бұл үлкен жаңағы маңыздылығына байланысты бұл үлкен төбенің басына салынады. Төбенің ұзындығы, құм төбе ұзындығы 800 метрге жуық, көлденеңінде 600 метрден аса көлемді алып жатыр. Бұл бірнеше кезеңдерде өмір сүрген. Ең бастысы бұл ерте кезеңде негізінде қорым есебінде пайда болған ескерткіш. Оны сол қорымда негізде өзі бұл кезеңнің әлеуметтік құрылысы көп ғалымдардың айтуынша құл иеленушілік кезең болмаса жаңағы рулық кезеңдерге бөлінген ғой. Сонда Шірік-Рабат бұл үлкен атақты беделді ру басыларының үлкен бейіті болып. Қазірде енді айтып жүр ғой, негізінде әлгі пантеон деген сияқты. Сондай болып құрылады да, оның қасына төбенің сәл ойпаттау, тегістеу оңтүстік жағына жаңағы қорғанды қорғап отырған әскери бекініс салынады, үй салынады ол жерге. Сөйтіп, бұл үлкен төбе белгілі әрі атақты және құнды ескерткішке айналады. Кейін енді бұл ескерткіштер негізінде алғанда Шірік-Рабаттың өзінің пайда болу кезеңі 8-7 ғасырлар, ол кезеңнен үлкен қалған Бесобаның несі бар, Бесоба сақталған ол кезеңнен. Онан кейінірек сол антикалық кезең дейміз. Біздің заманымызға дейін 5-2 ғасырлардың аралығында басқа да әртүрлі
құрылыстармен толығады. Және де алғашқы төбені айналдыра іргесінен қазған ордың ішінен бірнеше қатар және де қамалдар, кірпіштен салынған қамалдар, орлары бар. Сондай үлкен құрылыстармен толығады. Міне осы Шірік-Рабат ескерткішін ең алғаш қазып, жалпы сыр бойына алғаш рет келген археологтар Хорезм археологиялық этнографиялық экспедициясының мүшелері болады. Оны басқарған Толстовтың экспедициясы үлкен, күрделі және де комплексті болған. Тіпті соншалықты жаңағы экспедицияның құрамының зор болған сонша, тіпті оған сол кезеңде тек қана Кеңес одағы емес, бүкіл дүниежүзіндегі ең ірі экспедицияның бірі саналады. Бұның ішінде машинаменен жүру, барлау экспедициясымен қатар, тіпті осы ескерткіштердің осы күнге дейін құндылығын анықтауға пайдасы тиіп отырған жоғарғыдан авиаотрядтар, самолеттардың болғаны. Соның барлығы Кеңес одағының алғашқы кезеңдегі мәдениетке бөлген үлкен көңіл деп айтуға болады. Сол кезеңдерде Совет одағының алғашқы бұлардың Хорезм экспедициясының алғашқы нелер 39 жылдардан басталады. Бұл кезеңдерде Кеңес одағының бірнеше бағдарламалары болған. Олардың бірі Кеңес одағының шет жағаттағы мекен ететін халықтарының мәдениетін зерттеу деген бағдарламасы болған. Сол бағдарлама бойынша бүкіл Ленинград, Москва, тағы басқа археологиялық орталықтардың барлық экспедициялары Өзбекстан, Тәжікстан, Түркмен, Қазақ, Өзбек жерлерінің барлығында үлкен зерттеулер жүргізіп басталған. Міне сол экспедицияның бірі Хорезм экспедициясы, археология этнографиялық экспедициясы деп аталған. Бұл экспедиция соғыстан кейін 1946 жылдан кейін Қазақстан жеріне оның ішінде Амударияның аяғы менен Сырдарияның бойын зерттеуге кіріседі. Оны Москва МГУ профессоры Сергей Павлович Толстов басқарады. Толстовтың экспедициясының құрамында өте көп белгілі, кейіннен үлкен ғылыми дәрежелер алған көптеген археологтар, топографтар, суретшілер, фотографтар, сондай үлкен құрамы бар экспедиция жұмыс жасаған. Міне сол экспедиция алғаш келгенде үлкен қалалар Габыш Мола менен Шірік-Рабатты және де басқа ескерткіштерді әуеден түсіреді, сызбаларын жасайды. Содан Хорезм археология этнографиялық экспедициясының жұмысы тоқталғаннан кейін, 20 шақты жылдан кейін барып, мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы басталады. Қазақстанда сол кезеңде осы сыр бойынан 5 ескерткіштерге зерттеу жүргізу туралы шешім қабылданады. Арал теңізінің құрғап кеткен табанынан шыққан қала менен мавзолей, оғыздардың астанасы болған Жанкент, Қазақ хандығының астанасының бірі болған Сығанақ, Шірік-Рабат, міне осы ескерткіштер енеді. Сөйтіп осы жұмыстар басталды. Жаңадан зерттеулердің нәтижесінде тағы да ондаған қоныстар менен шағын қалаларда зерттеп тауып, олардың құрылыстарын, үлкен және кіші үйлерден тұратындығын, және де олардың табиғатқа сәйкестендіріп салынған үйлері, кірпіштен салған, жымбаздап салынған, балшықтан салынған үйлерінің орындары, олар зерттелінді. Табылған мәдени заттар солардан қалған. Көп кездесетін оның ішіндегі керамика.
сол керамиканы күйдірген көп жерде әлі кездеспеген алғашқы пештердің орындары, сол сияқты жаңағы егістік орындарынан, ауылдардың орындарынан сол кезде салған егіннің ішінде тары менен арпаның бар екендігін анықтаған сондай зерттеулерді ары қарай жалғастырды. Міне сол екінші үлкен қала бұл негізінде көптеген ғалымдардың айтуынша мынау ахемениттік ирандықтардың, парсылардың осы мекенге келіп орнығуға, осы жерді бағындыруға арнап алғашқы жасаған әрекеті үлкен қала салу болған. Ол қаланы біз қазір Бәбіш-Мола деп есептеп отырмыз. Өйткені Бәбіш-Мола оның қасында үлкен храмы бар, үлкен қала, сол төңіректегі үлкен қала. Бірақ кейіннен гректердің шабуылы, Александр Македонскийдің шабуылына байланысты осы жердегі халықтардың әлсіреуі, ахемениттік парсының әлсіреуі арқылы Бәбіш-Мола толық аяқталмай қалады. Оның қазір қарасаңыз, сыртынан салынған қамалының үштен бірімен салынбай қалған. Және де сол Хорезм экспедицияның зерттеуіне қарағанда бұл қаланың халқы бір мезгілде тез көшіп кеткен ұқсайды. Ал енді суландыру жүйелеріне келетін болсақ, бұл әрине үлкен көп адамдардың еңбек етуін байланыс салынған дүниелер. Бұлар Бәбіш-Моланың, Шірк-Рабаттың, Баланды, тағы да басқа ірілі-уақты қалалардың айналасындағы құрылыстар. Олардың кейбіреулері 30-40 шақырымға дейін кетеді. Кейбіреулері сол үлкен магистралдық каналдардан арықтар арқылы шыққан нелері бар. Бұның өзі бірқатар жаңағы сырттан әскери жаңағы тұтқындар болар, болмаса құлдар, солардың жұмысымен пайдаланған деп айтуымызға болады. Өйткені бұндай құрылыстарды салу аз ғана адамдардың қолынан келмейді. Бұл кезең жоғарыда мен айтып өткен бір кезде тату, бір кезде соғыс тұрған халықтардың несі, әсіресе осы апасияктардың осы кезде беделі ықпалы күшті болған болу керек. Өйткені бұлардың жеріне қызығу, болмаса байлығына қызығуға байланысты мынау Жаңадарияның төменгі жағында нелер, кемелер жүретіндей жағдай болған, кемелер жүрген. Оны мынау ескі парсы жазбаларынан білуге болады. Даже тіпті суреттері бар. Сол жазбалардың ішінде сырдың бойыменен, сырда немен жүзіп өтіп келе жатқан қайықпенен, және де мынандай үрлеп жасаған малдың қарнынан жасалынған құшақтап жүзіп келе жатқан әскерлерді, жай адамдарды көрсететін фрескалар, жазулар бар. Міне, оны біз енді неден де көреміз, ескерткіштен де көріп отырмыз. Біз апасияктардың мекені Шірк-Рабаттың батыс жағынан, арал жағынан келетін шекараны қорғап отырған өзеннің бойындағы екі қамалды білеміз. Олар үлкен-үлкен қамалдар, бекіністер. Одан кейін солтүстік жағындағы далалық тайпалардан сақтану үшін салынған Қабылдың қорғаны, Алыптың қорғаны деген. Қабылдың қорғанының өзінің бекінісі
екі қатарлы болып келеді, оқ ататын ойықтары. Ал Алыптың қорғаны, нағыз Алыптың қорғаны деп кейіннен қазақтардың қойғаны болу керек. Негізі оның Алыптың қорғанының қалыңдығы 2-3 метрге дейін жетеді. Қалыңдығы, биіктігі 6 метрге дейін жететін үлкен негіз Алып құрылыс. Ол құрылыс мынау ескі Дариялықтың бойындағы, одан ары қарай Сырдың арғы бетіндегі көшпелі сақ тайпаларының қорғаныста салынған бекініс деп атаймыз. Міне осындай антикалық кезеңнің ескерткіштері, олардың тұрмыс салты, қысқаша айтқанда осылай болып келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет.